Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге қытырлақ вафли пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа, қант, шымшым, тұз, ерітілген сары май, жүгері крахмалы және ұн. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, тұзды, қант, еріген сары майымызды салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Араласқан массамызға жүгері крахмалын қосамыз, ұнды саламыз, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған вафельницамызға сәл май жағамыз. Ас қасықпен қамырымызды құйып 3-4 минут пісіреміз. Піскен вафлиімізді қатып қалмасы үшін тездетіп ораймыз. Екінші вариантында кондитерлік қаппен құю. Бұл да өте ыңғайлы. Балаларыңызды қуантып жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп қойыңыздар.